Сәлеметсіздер ме? Мен бүгін сіздерге 2 сыныптың жаратылыстану пәні табиғат физикасы бөлімі бойынша жарық тақырыбындағы қысқартылған сабақ жоспарымды ұсынамын. Сабақтың негізгі мақсаты оқушыларға қандай денелер жарықты өткізетінін, ал қандай денелер өткізбейтінін тәжірибе арқылы түсіндіру. Сабағымды сыныпта жағымды психологиялық ахуал туғызумен бастаймын. Ол үшін әуенді амандасу әдісін қолданамын. Балалар әуен ырғағымен бір-бірімен көңілді амандасып, сабаққа деген ынтасын арттырады. Одан кейін тақтаға шығып, топқа бөлінеді. Топқа бөлініп болғаннан кейін өткен тақырыпты пысықтау мақсатында жарық деген не? Жарықты қайдан аламыз? деген сұрақтар төңірегінде қысқаша талқылау жасап, жаңа сабаққа көпір саламыз. Балалар жарықты күннен, желден және судан алатын туралы айтып қана қоймай, сонымен тәжірибе жасап көрсетеді. Жаңа тақырыпты меңгеру үшін мен сынып алдында көрнекті эксперимент жұмысын ұйымдастырамын. Оқушылар 3 топқа бөлініп, менің іс-әрекетімді мұқият бақылайды және өз топтарында талқылайды. Бірінші топ мөлдір заттарды бақылайды. Мен қолшам жарығын пайдалана отырып, файлға бағыттаймын. Балалар жарықтың кедергісіз толық өтетінін көріп, өз жұмыс парақтарына қорытынды жасап жазады. Екінші топ жартылай мөлдір заттарды бақылайды. Қолшам жарығын пайдалана отырып, мен тақтада мата қиығына бағыттап көрсетемін. Оқушылар жарықтың тек жартылай өтетінін байқап, өз тобында талқылап жазады. Үшінші топ мөлдір емес заттарды бақылайды. Яғни жарық көзінің қалың дәптерге қалай түсетінін, ол жарықтың мүлдем өтпейтінін өз көздерімен көріп, дәлелдеп, соны жазып талқылайтын болады. Эксперименттен кейін балалардың шаршауын басу үшін көңілді асықтар атты сергіту сәтін өткіземіз. Сергіту сәтінен соң оқушыларға жаңа ғылыми ұғымды енгіземін. Жарық тік сызық бойымен таралатын сәуле. Ол мөлдір заттардан жақсы өтеді, ал жарық өткізбейтін заттардың артқы бетінде көлеңке пайда болады. Сабақты бекіту мақсатында жеке жұмыс ретінде көңілді көлеңке айдарын ұйымдастырамын. Онда балалар өз қолдарының көмегімен тақтада түрлі жануарлардың көлеңкесін жасап, жарық пен көлеңкенің байланысын іс жүзінде қайталайды.
Сабақтың соңында оқушылар тақтаға шығып, бүгінгі сабақтан алған әсерлермен бөлісіп, кері байланыс жасайды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.